Осы ауылымыздың имамы осы алаулап жатқан оттың ішінен, түтіннің ішінен өз өмірін қатерге тігіп тұрып кіріп, сол екі баланы алып шыққан Сержан имамымызға, Есіркен Сержан имамымызға Алла разы болсын деп рахметімізді айтамыз. Құрметті халайық, енді осындай бір қиыншылықта, қасиетті Рамазан айында бір жақсылықтарды жасап, жақсылықта жарысып, осы отбасына бір жәрделеріп жіберсек, осы отбасы бір жақсы бір үйлі болып, сол үйінде бала шағасымен қуанышты жағдайда ары қарай өмір сүруін Алла Тағала нәсіп етсін. Үйде екі кішкентай қызым бар еді. Сол екі қызым үйде қалып, соны елден естіген кезде өртеніп жатыр деген үйге жүгіріп келіп қарасам, өртке оранып жатыр, үйдің төбесі уже жанып жатыр, лапылдап жатыр екен. Айналамызда ауылымыздың азаматтары осы Секо имам ағамыз сияқты, Жұман ағамыз сияқты кісілер өшіріп әлек болып жатыр екен. Ой, ағай, үйінде қызым бар еді, екі қызым деп айқайладым. Шошып кеткеннен соншалық тілім байланып қалды ғой. Содан екі қызымды құтқарыңыздаршы деп айқайлағаным соншалық не істерін білмей қалып, терезені ағалар қопарып, оны әрең сындырып ашып қарасақ, екі қызым көк түтіннің арасында оранып жатыр. Сол бейнемнен көз алдымнан кетпейді. Екі қызымнан басқа еш дүние керек емес деп, Аллаға мыңда бір шүкір деп, осы екі қызымды құшағыма қыстым да басқа ештеңеге қызыққан жоқпын. Ең бастысы осы екі қызым аман есен, дендері сау. Соған Аллаға шүкір. Секо аға мен Жұман ағамыз екеуі болмаса, мен екі қызымдан айырып қалушы едім. Осы кісілерге мыңда бір шексіз рахметімді айтам.